Құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары, кітапханамызға келіп түскен кезекті басылымдармен таныстыруды жалғастырамыз. Бейсенбі күні облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қала халқымен кездесу өткізді. Жиынға президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Эльдар Күзенбаев арнайы қатысты. Кездесу барысында аймақты дамытудың негізгі қадамдары сараланды. Ең маңызды деген инфрақұрылым, қоғамдық көлік жайлы қозғалды. Халықтың әл-ауқатын арттыру бағытындағы жұмыстарға басымдық берілетіндігі айтылды. Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев өз сөзінде қалада заманауи ғимараттардың салынатындығын ерекше атап өтті. Оның ішінде кәсіпкер Болат Өтемұратовтың демеушілігімен әуежай терминалы бой көтереді. Осылайша қала халқының толғандырған әуежай жайы оң шешімін табады. Медицина саласын дамытуда да бірқатар шара қолға алынды. Жақын күндері облыстық қан орталығының іргесі қаланса, алдағы жылы 100 келушілерге арналған емханасы бар 300 төсектік көпбейінді аурухана салынады. Облыс халқының игілігіне арналған жаңа жобалар мұнымен бітпейді. Неке сарайы, өнер орталығы, демеуші есебінен Дарияның сол жағалауынан оқушылар сарайын салу алдағы жылдардың еншісіне енген. Өңірдегі ең ірі жобалардың бірі жылу электр станциясы болғалы тұр. Құны 215 миллиард теңге, қуаттылығы 240 мегабайт болатын жоба тікелей ұлттық экономика және энергетика министрлігінің қолдауымен іске асады. Бұйыртса бұл бастама 2025 жылы қолға алынады. Аймақта қазіргі таңда су тапшылығы маңызды мәселеге айналған. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен бұл бағытта 4 жоба, облыстық бюджет есебінен тағы 4 жоба жүзеге асыру күн тәртібінде тұр. Сол жағалаудың сәнін келтіруде тыс қалмақ емес. Жаңа ауданды абаттандыру мақсатында Гүл бульвары жобасының құжаты әзірленуде. Кездесуде ауыл-аймақ, аудан, қала төңірегіндегі негізгі мәселелер қозғалды. Тұрғындарды толғандыратын газ, жол жөндеу, көшені жарықтандыру жайы, мұның бәрі күн тәртібінен түспейтін, тек кезең-кезеңмен орындалатын мәселе екені белгілі. Аймақ басшысы бұл ретте арнайы іс-қимыл жоспары бекітілгенін жеткізді. Жұмыс жоспар бойынша атқарылады. Мәселен, қала шетіндегі Наурыз, Махамбет елді мекендерін газдандыру жұмыстары келер жылы аяқталады. Ал Қос Шыңырау ауылдық округіне газ жүргізу үшін тиісті орындарға бюджеттік өтінімдер берілген. Аймақтың инфрақұрылымын дамытуда жол жөндеу, жаяу жүргіншілер жолын салуға басымдық берілген. Бүгінде қаланың негізгі көшелерінің көбі асфальтталған. Десе де, жөндеу қажет ететіндері де баршылық. Аталған бағытта қаланың 34 шақырым жолын жөндеуге 5,1 миллиард теңге бөлініпті. Одан бөлек 19 жаяу жүргінші жолы, 13 көшеге орташа жөндеу жұмысы жасалады. Жарықтандыруда орталық көшелер диодты шамдармен безендіріледі. Облыстық бюджеттен 10 көшенің қиылысына бағдаршам орнатылады. Аймақ басшысы атқарылған жұмыстарды халық алдында осылайша саралады. Көпшіліктің бұдан өзге де сұрағына жауабын берді. Сонымен қатар азаматтарды жеке қабылдап мәселесіне мән берді. Тұрғындарды толғандырған мәселе көп атты мақаланы Ақмешіт апталығы газетінің 2 шілде күні шыққан 52 санынан оқи аласыздар. Нартай Бегежанов атындағы Қызылорда облыстық Қазақ академиялық музыка драма театрында сырдың дарабоз ақыны Дүйсенбек Аяшұлының 60 жылдық мерейтойына арналған дүбірлі кеш өтті. Сырдың қадірі аталып кеткен жыр алыбының мерейтойын сырдың сыршыл ақын қызы Толқын Қабылша жүргізді. Қарымды қаламгерді облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов құттықтап, облыс әкімінің құттықтау хатын табыстады. Ізгі тілегін арнап ақынның иығына шапан жауып құрмет көрсетті.
Алмас жырдың алдаспанына айналған өмір өлеңін өрген, жүрегін жырмен табыстырған ақын, жазушы, драматург, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жолтай Әлмаш, жыршы, этномузыкатанушы, фольклорист, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері Берік Жүсіпов, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Жарасқан Әбдірашев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Толыбай Аблаевтар арнайы келіп құттықтап, өз ықыластарын білдіріп, жүрек жарды тілектерін жолдады. Кеш барысында ғажап ғазал жырлары мен оқырманның поэзиясының інжу маржанын малындыра білетін ақын жүрек ақынның «Жұлдызым жоғары» кітабының тұсауы кесілді. Алыстан ат терлетіп келген Елмұра Жаңабергенова да кеш сәнін кіргізіп, әдемі кешті әнмен әрледі. Руханияттың кешінде ақынның сөзіне жазылған жүрек сөзі, ғашығым, ана құдіреті, байқоңыр, шиелі, нұр астана әндері шырқалды. Дүйсенбек Аяшұлының Дарияның өткелінде өлеңіне қойылған бейне қойылымда туған жер, өскен өлке алдындағы перзенттік қарыз бен парызды түйістірген Ботабайдағы балалық шағы көрсетілді. Ақынның ардақталған әлеумет мерейтой иесінің өлеңдерін көрермендер залына қойылған микрофондарға келіп жатқа айтты. Алаштың Аяшұлы 60 атты мақаланы Ақмешіт апталығы газетінің 52-ші санынан оқи аласыздар. Арыстан жүректі, барыс білекті, бөрі текті, жылқы мінезді деген теңеулерді қазақ Мақсат Исағабылов сынды жігіттерге арнап айтқан шығар. Сырдың Мақсаттай оғланы жексенбіде өткен жарыста кілең сен тұр, мен атайын дейтін әр аймақтың бас балуандары қатысқан барыстар додасына қарсыласының барлығын жеңді. Осылайша Исағабылов Қазақстан барысы 2022 турнирінің бас жүлдесін жеңіп алды. Жеңімпазға ұйымдастырушылар 25 миллион теңге жеңімпаз белбеу және ауыспалы алтын тайтұяқ тағайындады. Мақсат Исағабылов 1994 жылдың 17 қарашасында дүниеге келген. 2001-2011 жылдары номері 27-ші Исқараев атындағы дарынды балалар мектебінде тәлім алды. 2012, 2016 және 2016-2018 жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде алғашқы әскери дайындық және заңгер мамандықтары бойынша білім алды. Қазақ күресінің Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері болса, самбо мен дзюдодан Қазақстан Республикасының спорт шебері атанған. Ол 2019 жылы қазақ күресінен әлем барысы турнирінің күміс жүлдегері болса, өткен жылы үздіктердің үздігі республикалық турнирінің жеңімпазы болды. Сыр оғланы Қазақстан барысы атты мақаланы Ақмешіт апталығы газетінің 5-ші шілдеде шыққан 53-ші санынан оқи аласыздар. Қазақ халқы ежелден татулық пен бітімгерліктің ордасы болып келеді. Хандар мен қараша халықтың, билер мен бұқараның алтын қазығына айналған мекендер бүгінде көнеден сыр шертіп тұр. Ұлы хандар мәңгілік тұрақ тапқан Ұлытау, Орда тіккен Кішітау, хан жайлаған Қаратау мен Хантау, Жәнібек пен Керей хандық құрып, жиын өткізген Қозыбасы, Шыңғысханның мың бұлағы, ел адамдары салиқалы кеңес құрған Мәртөбе, Күлтөбе, Ордабасы, міне осы қастерлі орындардың қай-қайсысы да халық тағдырымен, ұлт тарихымен біте қайнасып жатыр. Дала демократиясының тіні үзілмеген, жалғасы іспеттес тағы бір келелі жиын тарих беттерінде алтын әріппен жазылатын болды. Ата-баба дәстүрінің озық үлгісіне баланып үлгерген Ұлытаудағы құрылтайда мемлекеттік мәселелердің біразы талқыланып, біршама оң шешімдер қабылданды. Құрылтай шақыру ертеден келе жатқан ата дәстүріміз. Бабаларымыз маңызды мәселелерді осындай алқалы жиында талқылаған. Халық өзара ақылдаса отырып бір тоқтамға келген. Мұндай шешімдер бүкіл елді біріктірген. Төл тарихымызда ұлт тағдырын шешкен құрылтайлар болған. Оның көбі халқымыз үшін маңызды кезеңде өткізілген. Талас құрылтайынан кейін Алтын Орда дербес мемлекеті болды. Қарақұм және Ордабасы құрылтайлары
жұртымызды ел қорғауға үйістірді. Орынбордағы бірінші қазақ құрылтайында Алаш партиясы құрылды. Екінші құрылтайда Алаш автономиясы жарияланды. Егемендік кезеңінде дүниежүзі қазақтарының алғашқы құрылтайы өткізілді. Бұл жиында сырттағы қандастарымыз атамекенге шақырылды. Біз бабалар жолын ұстанып, құрылтай шақыру дәстүрін жаңғырттық. Елімізді нығайтып, бірлігімізді бекемдейік деп бүгін бас қосып отырмыз, деді президент Қасым-Жомарт Тоқаев алқалы жиынның ашылуында. Менің жарлығыммен бұл өңірде жаңа облыс құрылғанын білесіздер. Қасиетті өлкенің атауын жаңғыртып, оны Ұлытау деп атадық. Дербес облыс мәртебесі осы аймақты тың серпінмен дамытуға мүмкіндік береді. Жұмыс орындары ашылып, халықтың әл-ауқаты жақсара түседі деп ойлаймын. Жаңа нысандар, солардың ішінде әлеуметтік кешендер бой көтереді. Туристік әлеуеті артады. Облыстың алғашқы қадамы алқалы жиынмен басталуда. Ұлт ұясы Ұлытаудың ғасырлар бойы ұлы миссиясы қайта жалғасын тапты деп мемлекет басшысы айтқандай, облыс мәртебесін қайта алған Ұлытауды өткен құрылтайға мәжіліс депутаттары мен азаматтық қоғам және саяси партия өкілдерінен, сарапшылар мен өңірлердегі қоғамдық кеңес мүшелерінен, кәсіпкерлерден жасақталған 117 адам қатысқан. Ұлытаудағы ұлы жиын атты мақаланы Қазақ әдебиеті газетінің 24 маусымда шыққан 25 санынан оқи аласыздар.